Таза Қазақстан экологиялық акциясы жалғасуда. Астана қалалық мәдениет басқармасының қызметкерлері мен еріктілер шаһардағы ескерткіштердің айналасын тазалауға атсалысты. Бүгінгі нысан Қаныш Сәтбаев ескерткіші. Астана қаласында 62 монумент бар. 10 күн бойы олардың айналасын тазарту жұмыстары жүргізіледі. Елорданың экологиясының жақсы болуы туристер үшін де қолайлы болмақ дейді белсенділер. Ескерткіштерді таза ұстау, себебі келетін туристер болсын, жалпы қала қонақтары болсын, тұрғындар болсын, таза жерде жүру керек. Жалпы қаланың тазалығы бұл тек қана бір қаланы таза ұстау емес, бұл елдің бір рухани жан дүниесін, жан сарайын көрсететін дүние. Мемлекет басшысы осы елорданы, жалпы Қазақстандағы қалаларды тазалықта ұстау, осындай бір сенбіліктерді өткізу, бұл үрдіске айналу керектігі туралы айтылып жатыр. Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталғанына 2 апта болды. Халық қалаулылары мұндай сенбіліктер тек арнайы уақытта ғана емес, әр аптада үрдіске айналуы қажет дейді. Менің пайымдауымша бұндай жұмыстар әр жетінің бір күнінде жүріп отыру керек. Өйткені өз қаламыз, туған қаламыз, сүйікті қаламыз, тағдырлар тоғысқан қаласы, жан-жақтан осы Қазақстанның әр түкпірінен жиналған осы қазақстандықтар біз қаламызды гүлдендіреміз десек, қаламыздың тазалығына өзіміз жауапкершілікпен қарайық десек, бәріміз осыған атсалысып, әркім өзінен бастау керек. Астана қалалық мәдениет басқармасының 3000-нан аса қызметкері шаһардағы монументтердің тазалығын сақтауға атсалыспақ. Республикалық Таза Қазақстан экологиялық акциясы 11 мамырға дейін жалғасады. Өркен Мырзабек, Самат Орынбаев, Астана Таймс.